Сәлем, бауырлар, достар, дос-жарандар, көршілер, ағайындар. Сіздермен бірге мен Дарк. Ал бүгін деген біз топ 3 шейдерді көрсететін боламыз. Видео басталмастан бұрын каналға жазып, лайк басып, арнаға тіркеліп, вообще тағы 10, 20, 30 комментарий жазып отырыңыздар. Ал басталық видеомызды. Ал біздің топ 3-ші шейдеріміз. Бұл шейдер ағаштарды әдемі қылдырады. Күніміз онда 4-3 болып тұр әлі. Майнкрафттың күні осындай ғой. Енді бұл судың шейдері секілді су әдемі болып тұрады. Енді бұл шейдер былайша әдемі, ар жағында тұман сияқты көрініп тұрады. Басқа шейдерлерге қарағанда әдемі еместі әдемі қылдырады, әдеміні әдемісіз қылдырады. Керісінше шейдер десек те болады. Ал біздің топ 2-ші шейдерге кеттік. Біздің топ 2-ші шейдер, бұл шейдер ағаштарға да арналады, және де мынандай жағажай бар ғой, соны әдемі қылдырып жүреді, суды да әдемі көмбек қылып жүреді. Бұның көлеңкелері де әдемі, мынандай панорикті қойсаңыздар, осындай панориктің өзі де әдемі қылдырады. Күніне де қарасаңыздар, бұлттар да сондай болып тұрады, достар. Бұл шейдердің барлығын описанияға қалдырамын. Майнкрафт 1.1.5 барлық версияларға істей береді. Майнкрафт 1.1.5-тен төмен версияларға істемейді, достар. Өкінішке орай мынандай көлеңкесі де әдемі болып тұрады. Бұлайша жарнаманы қатырып жатырмын, достар. Енді тартылмай жатсаңыздар, комментарийға жаза кетіңіздер. Мынандай көлеңкесі мынандай болып тұрады екен, достар, қараңыздар. Мынандай 4-3 болып тұрады да, қисайтып жүреді, дөңгелек қылып жүреді. Енді бұл шейдерді Майнкрафтқа қолдану керек, выживанияға өте тиімді шейдерлердің бірі болмақшы. Бұл шейдерді мен ендігі алдыңғы видеоларда қолданатын боламын. Мысалы, Майнкрафт выживания, Майнкрафт картадан өту, басқа да Майнкрафт модтар, сол секілді басқа шейдерлерге қолданатын боламын. Ал достар, сіздер қай шейдер ұнады, соны комментарийға жазып білдіріп кетіңіздер. Ал біздер топ 1-ші шейдерге кеттік. Біздің топ 1-ші шейдер өте керемет шейдерлердің бірі. Маған ұнағаны, бұның несі панорик бар ғой, панорик жүрген кезде панорик пайда болып жүреді. Ал бұның бір жаман жері, ана төбеде бұлттар бар ғой, сол жақын жерде көрініп тұрған секілді ыңғайсыздық белгі береді. Күні дөп-дөңгелек, Майнкрафттың 4.3 күнінен жақсы. Затота ағаштарды бұл басқа шейдерлер секілді әдемі қылып жібереді. Ендігіде бұл қалай енді? Достар, енді бұл шейдердің айтатын жоқ. Басқа шейдерлер секілді суды да, күнді де, жерді де әдемі қылдырады, көлеңкені де әдемі. Достар, қараңыздар, ағаштардың көлеңкесі әдемі болып тұр, достар. Ал енді сосын келесі шейдер жоқ бізде. Бұл шейдер айтпақшы, достар, бұның паноригі бар ғой, түнде де істейме екен, соны тексеріп көрейік, сіздерге бір плюс болсын. Жоқ, достар, түнде істемейді екен, достар, өкінішке орай. Сонда да бізде панорик бар. Выживанияда панорикті ұстап, сондай қылатын модтары керек болса, айтыңыздар. Мен тауып беремін, яғни Майнкрафт 1.1.5-ке табылса. Ал достар, мынандай қараңыздар, бұлтты бар ғой, поляр шұғыласы қылып жібереді. Ё-май, әдемі болып тұр, достар. Ё-маю, бұл шейдердің жақсы жері десек те болады, өйткені бұндай шейдерден пайда шұғыласы қылып жасауға да болады, бұлай фон қылып жіберсек те болады. Енді өздеріңіз ютуберлер болса түсінетіндер бар, түсінбесеңіздер айтпай-ақ қояйын. Сіздермен бірге болған мен Дарк. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.